Ассаламу алейкум, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода сіздерге осындай өте керемет шығатын кекстің рецептісімен бөлісемін. Өте дәмді шығады, видеоны соңына дейін қараңыздар. Бөлме температурасындағы сары майымыздың үстіне қантымызды қосып, жақсылап миксерлеп аламыз. Жақсылап миксерлеп алған салмамыздың үстіне жұмыртқамызды біртіндеп қосып отырып, тағы да миксерлейміз. Осы массамыздың үстіне ванилинімізді қосамыз. Және електен өткізілген ұнымызды екі бөліп қосып, тағы да миксерлейміз. Қамыр қопсытқышымызды қосамыз. Осындай қоймалжың масса болады. Үстіне сүтімізді қосып, тағы да массамызды араластырып біріктіреміз. Осындай әдемі тесто шығады бізде. Менде осындай бельгийский шоколад бар. Шоколадымды осы тестома қосып, тағы да араластырып аламын. Массамызды формамызға осылай жайғастырамыз. Мен ас қасықпенен 2 қасықтан құйып шықтым. Формамызды қатты толтырмаймыз. Жарты болғаны дұрыс, өйткені біздің кекстарымыз көтерілетін болады. Қызып тұрған печкамызда 170 градуста беті қызарғанша, піскенше пісіріп аламыз. Мен бетіне осындай арахистер септім. Бұл әсемдік үшін және өте ерекше дәм береді кексімізға. Біздің кекстарымыз пісіп шықты, өте дәмді болады. Иісі деген керемет болып шығады. Ішінде шоколады мен ерекше дәмді шығатын кекс. Жасап көріңіздер, баршаңызға ас болсын.